Италиялық клубтар барынша күшеюге, бәсеке бола алатын клубқа айналуға тырысып жатыр. Қазіргі таңда соның ішінде Милан клубы. Милан клубының шабуылшысы вингері Рафаэл Ляо Барселонаға барғысы келетін жеткізіп қалды аяқ асты. Және де бұндай кеткісі келетін ойыншыны қазіргі жаңадан келген бас бапкер Алегри ұстағысы келмейтінін айтты. Және Алегриға осы Барселонаның қорғаушысы Рональд Араухо өте қатты ұнайды екен. Миланның басшылары ұсыныс жасады, осы Рональд Араухоны алайық деп. Ал енді бұл жолы Барселона Ляоға қалай қарайсыздар, сатасыздар ма деген ұсыныс жасаған жоқ. Ляоны Барселонаға Миланның өзі ұсынды. Ляо мен Рональд Араухоны ауыстырайық деген сияқты ұсыныс жасаған екен. Бұл екі жақ үшінде өте тиімді ұсыныс па деп ойлап қоям. Енді алдағы уақытта өздеріңіз білесіздер, Рональд Араухоның Барселонамен келісім шарты 2030 жылға дейін, бірақ та ол жерде басқаша бір тармақ бар. Алдыңғы айдың 15-не дейін егерде алушылар болатын болса, 65 миллион евроға сатуға дайын Рональд Араухоны Барселона клубы. Себебі Барселона өздерінің қаржылай қиындықта екенін біледі. Барлық жолдарды қарастырып қойған. Рональд Араухоны алғысы келетін адамдар болса, 15-не дейін оңай сата алады 65 миллион евроға.